Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 28 желтоқсан күніне болжам. Бүгінгі күнде Тибет астрологиясы бойынша шаш қидырсаңыз, бауырларыңызбен, достарыңызбен ұрысып қалуыңыз мүмкін деп көрсетеді. Ал феншуй бойынша шаш қидыртуға өте жақсы, ақшалы шаш қидырту күні. Енді өз еркіңізде. Жол жүруге онша емес қиындықтар болуы мүмкін, өйткені бүгінгі күнде звезда травм тұр, бірақ бүгінгі күнде звезда процветания, звезда радости, бауырлармен, достармен, ата-аналармен араласып, көңілін сұрап қыдырған жақсы. Және бүгінгі күнде біреуге көмек берген жақсы, ата-аналарыңызға көмек беріңіздер. Әсіресе огонь инь белгісі бүгін сіздерге двойной грабитель, дерево иньге. Ең бірінші сол огонь иньге таң атпай барып подарок сатып алыңыздар, ақша шығарыңыздар, сол кезде сіздерге ақша келеді, либо үлкен бір шығыннан сақтайды. Бүгін кешке феншуй календар таратылады сіздерге PDF түрінде, және почтаға бүгіннен бастап, жұмыс күннен бастап саламыз. Қыздар, бірінші күннен бастап феншуй календарларыңыз, және бүгінгі күнде сәттілігімізді арттыру үшін бір активация бар. Ол кешкі сағат 19:15-тен 21:00 аралықта западқа қарай прогулка жүрсеңіздер, өте жақсы сәттілік. Бір нәрседен ұтып алуыңыз мүмкін, және әдемілік әкеледі.